Сәлем оқушы. 2024 және 2025 жылдары ұбт-дан физмат таңдаған оқушылардың статистикасына детально обзор жасайтын боламыз. Кеттік. Сонымен 2024 жылы бізде 29.900 оқушы физмат таңдады. Олардың орташа балы 67 балды құрады, ал биыл 35.200 оқушы таңдап отыр және олардың орташа балы 63 балды құрады. Демек 4 балға регресске кетіп отыр. Енді қара, мына қызық статистиканы. 85 плюс жинаған 6668 оқушы. Былтыр ол 22-де 3%-ды құрайды, ал биыл 86-дан жоғары жинаған оқушылардың саны 4916, ол 13-те 97%-ды құрап отыр. Почти 10%-ға төмендеп кетті деген сөз. Демек бұл биыл гранттың да балының төмендейтінін көрсетеді. Так, әрі қарай 100 плюс жинағандар 3406, биыл 2922, мына жақта 11-де 39, мына жақта 8-де 3% ғана. Так, 120 плюс жинағандар былтыр 691 оқушы, 3% ғана, биыл 120 плюс жинағандар 571, небәрі 1,62% ғана. Ал 110 плюс деген статистиканы биыл шығарды центр тестирования, ол 1505 оқушы, 4-те 28%-ды құрады. Так, былтыр бізде 135-тен жоғары алған 15 қана оқушы, 0,05%, ал 130 плюс алған биыл 86 оқушы, ол 0,24%-ын құрайды. Сол 86-ның 5-еуі бізде оққан. Так, 100 бен 119 алған 2715 оқушы болды былтыр, 11-де 86%, ал биыл 100 бен 119 алған 2351 оқушы, 6,68%. Және 75 бен 85 алған 2984 оқушы былтыр, ал биыл 3273 оқушы. Яғни бұл жерде енді оқушының саны көбейгенмен пайыз бәрібір төмен болып тұр. Бұл нені көрсетеді? Бұл биыл гранттардың саны бізде почти өзгерген жоқ, бірақ ол гранттардың жаңағы порог ең төменгі балы сәл төмендейді дегенді көрсетеді.